Достар, сіздермен ойнап тұрған мен Дүйсенбайхан. Мен қазір өзімнен мынандай новый бүйтіп микрофонымды ашатын болам. Мынаты қалай? Горсун деп тұр, Горсун. Бұның ақшасы 1900. Біз қазір бұны ашамыз. Міне сыртында көрсетіліп тұр. Мына жақта микрофонды сөйлей аласыңдар, ести аласыңдар. Осындай бір күшті. Қазір біз бұны ашатын боламыз. Қазір маған бір қолмен ыңғайсыз отыр. Қазір міне бұны аштым. Міне осындай коробкада түсіріп атырмын. Азика берді. Міне мынандай күшті шнуры осындай. Бүйтіп жұмсақ сағанға да ыңғайлы. Бүйтіп жіп сияқты қой. Жіп сияқты жұмсақ. Андай бүйтіп пластмас сияқты. Міне мынандай емес. Мен емес ол. Біз қазір бұны бүйтіп көреміз. Міне осындай бір күшті наушник. Мына екі жақтарында тыңдайтындары. Мен қазір мына бөлек алайын. Міне мына жақта тағы да бір нетеді. Мына жақта да тағы да бір тыңдайды. Ал мына жақта өте керемет бүйтіп тыңдайды. Бүйтіп суретіне қараңыздар. Өте күшті. Достар, бұл жаңа жылдық сыйлық болып саналады. Бұл менің екінші микрофоным. Бірінші микрофонымды көрсетем. Қазір міне менің екінші микрофоным. Мынау менің баяғы бұрынғы бірінші микрофоным. Міне осы. Бірақ бұл дұрыс естілмейді. Өткен жол бірінші рет алғанда Арман деген бір ағам жасап берем, мен оны Аркоға деймін. Міне өте күшті. Маған осы сылмады. Мына шет жақтары. Достар, мен бұны сатамын деп ойын. Маяғы бүйтіп осындай қайтсам болады. Көрінбейді. Мына жақта шнуры. Бұл ескі. Міне мынау жаңа. Сау болыңыздар. Сіздермен болумен каналға жазылып қойыңыздар. Мынау ана менің